Анашым, мені неге қалдырып кеттің? Аружан, жүр тамақ ішейік. Мені біреу алып кетеді ме? Анашым! Мені де біреу қызым деп айтса ғой. Сен менің анам болшы, жарай ма? Мен сені ешқашан тастамаймын. Ол ойыншықты емес, ана махаббатын құшақтап жатты. Аружан, сен енді үлкен өмірге шығасың. Мен қайда барамын? Енді бәрін өзің шешесің, қызым. Мен дайын емеспін. Кейбір балаларға өмірдің ерте басталады. Енді мен ешкім күтпейді. Бұл сәттен бастап, сенің арқаңда ешкім тұрмайды. Тезірек қимылда, бұл жер саған ойын емес. Кешіріңіз, қазір тағы кешті, қызмет нашар. Егер істей алмасаң кет. Бұл өмірде ешкім сені аямайды. Күлі түзелесі. Бәрінің баратын жері бар. Ал менде ешкім жоқ. Қала толы адамдар, бірақ сен жалғысың. Бүгін де өтті. Ертең де осылай бола ма? Мені біреу күткенде ғой. Адамға көп нәрсе керек емес, тек бір жылы сөз. Мен қорқамын. Неден? Егер сен де бір күні кетіп қалсаң ше? Мен сен сияқты адамдарды тастамаймын. Мен бұрын да сенгемін. Бұл жолы басқаша болады. Кешіріңіз, сіз шаршаған сияқтысыз. Жоқ, бәрі жақсы. Жақсы адам бәрі жақсы өтірік айтқанда көзінен байқалады. Атыңыз кім? Аружан, Әдемі есім екен. рахмет. Сен әрқашан осылай жалғызсың ба? Я үйреніп кеткенмін. Жалғыздыққа үйренуге болмайды. Бірақ менде таңдау болған жоқ. Енді бар. Сен күліп тұрсаң, әлем әдемірек сияқты. Мен көп күлмеймін. Онда үйренеміз. Міне солай. Сенің арманың қандай? Біреу мені күтіп отырса екен, үйге барғым келсе, сол үйде біреу бар болған үшін. Онда мен күтемін. Шынымен бе? Е, сен енді жалғыз емес. Мен қорқамын. Неден? Егер сен де бір күні кетіп қалсаң ше? Мен сен сияқты адамдарды тастамаймын. Мен бұрын да сенгемін. Бұл жолы басқаша болады. Аружан, сенің өткенің ауыр болды. Бірақ мен сенің болашағың болғым келеді. Мен бұған лайықпын ба? Сен бәрінен де лайықсың. Маған тұрмысқа шығасың ба? Иә, мені ешқашан тастама. Ешқашан. Кейде бақыт, жай ғана бір адамның қасында болуында. Бірақ әр бақыттың өз сынағы бар. Сен бұл үйге лайық емессің. Тәрбиен жоқ, отбасы көрмегенсің. Мен тек жақсы болғым келеді. Жақсы болу аз. Лайық бол керек. Жеткілікті. Қасымда ешкім жоқ. Мен бармын. Маған осы да жеткілікті. Кейде бақыт көп адамда емес, бір адамда. Анашым, бұл Аружан, менің әйелім. Осы ма? Қай жерден? Балалар үйінен. Жетім қыз ба? Тамақ жасай аласың ба? Үйренемін. Үйренемін дейді. Отбасы көрмеген адам не біледі? Мен тырысамын. Анашым, жеткілікті. Мен шындықты айтып тұрмын. Тезірек қымылда. Бұл үйде бәрі тәртіппен болады. Жақсы. Сен бұл үйге сай болың керек. Мен тырысып жатырмын. Неге бәрібір жеткіліксіз? Сабыр ет, бәрі орнына келеді. Мен тағы да бөтен сияқтымын. Ерте тұруды үйрен. Бұл үйде келін ұйықтап жатпайды. Мен ерте тұрдым. Ерте тұрдым дейді, бірақ нәтиже жоқ. Мына жерді қара. Көрмейсің бе шаң барын? Қазір тазалаймын. Сен бәрін қазір дейсің, бірақ дұрыс істемейсің. Мен қанша тырыссам да ұнамаймын. Уақыт бер. Мен тағы да бөтен сияқтымын. Сен жалғыз емессің, мен бармын. Сен бұл үйге лайық емессің. Тәрбиен жоқ, отбасы көрмегенсің. Мен тек жақсы болғым келеді. Жақсы болу аз. Лайық бол керек. Жеткілікті. Мен тек бір отбасыны сезінгім келді. Неге бұл соншалық қиын? Ертең бәрі өзгереді. Мен бұлай өмір сүре алмаймын. Сабыр етші. Сен үнемі сабыр ет дейсің, ал мен күнде сынып барамын. Мен екі оттың ортасындамын. Ал мен жалғыз жаным жатырмын. Шайды кеш әкелдің. Кешіріңіз, ас үйде сылтау айтпа. Анашым, ол жалғыз бәріне үлгеріп жүр. Мен де келін болғанмын, бірақ бұлай емес.
Сен жылап тұрсың ба? Жоқ, Маған қарашы. мен шаршадым. Білесің бе, мен кішкентайымда біреу қызым десе екен деп армандайтынмын. Мен бұл үйге келгенде сол сөз естимін деп ойладым. Бірақ мен тағы да бөтенмін. Жоқ, сен бөтен емессің. Онда неге бұлай сезінемін? Мен тек отбасы іздедім. Бірақ тағы да жалғыз қалдым. Мен тым қатал кеттім бе? Оның ішінде де бір өзгеріс басталды. Тағы да кеш. Мен ерте тұрдым. Сен қанша тырысаң да жеткіліксіз. Мен шаршадым. Онда бұл үй саған емес. Мен бұлай өмір сүре алмаймын. Сабыр етші. Сен үнемі сабыр ет дейсің, ал мен күнде сынып барамын. Мен екі оттың ортасындамын. Ал мен жалғыз жаным жатырмын. Мен тек сүйікті болғым келді. Бірақ тағы да жалғыз қалдым. Ол тағы да бәрін жалғыз бастады. Тыныштық. Бірақ неге ауыр? Мен ешқашан анамды көрмедім. Бірақ біреу мені қызым десе екен деп армандаймын. Шындық, жүректі өзгертеді. Енді кеш емес пе? Кешіріңіз, осы қызды көрдіңіз бе? Өтінемін. Қызым, мен не істедім? Мен сені жараладым. Өкініш, кеш келді. Ол қайда кетті? Білмеймін. Мен тоқтата алмадым. Біз оны жоғалтып алдық. Ол жалғыз қалды. Кешіріңіз, осы қызды көрдіңіз бе? Өтінемін. Тағы да бәрі басынан басталды. Бірақ бұл жолы менде ешкім жоқ. Ол қайтадан жалғыз. Аружан! Кешір мені. Мен бәрін түсіндім. Нені түсіндіңіз? Сен тек махаббат іздедің, ал мен саған ауыр сөз бердім. Кешір мені. Мен сен түсінбедім. Мен сізге бөтен болдым. Жоқ, сен бөтен емессің. Сен менің қызымсың. Мен бұл сөзді қанша күттім. Бірақ сіз маған ауыр сөз айттыңыз. Білемін. Мен қателестім. Мен тек ана іздедім ме? Енді бар. Мен бармын, қызым. Рахмет. Ол енді жалғыз емес. Бірақ бұл жаңа бастама ғана. Қазір бәрі тез ғой. Бірақ шыққан тегі де маңызды. Я, балаға да әсер болады. Жетім қыздан қандай бала болады, кім білсін? Шайға сүт қосайық па, қызым? Иә, анашым. Үйіміз тынышталып қалды ғой. Тыныштық емес, береке келді. Рахмет сізге. Рахметті маған емес, тағдырға айтым. Маған не болды? Жаңа өмір байқатпай келеді. Менде саған кішкентай жаңалық бар. Қандай жаңалық? Ашып көр. Бұл не? Тоқта. Біз ата-ана боламыз. Шынба, бұл ең керемет жаңалық, рахмет саған. Мен сізге кішкентай сыйлық дайындадым. Не екен, қызым? Сіз әже боласыз. Иә, анашым, сіз әже боласыз. Құттықтаймын, анашым. Шүкір, қызым, рахмет саған. Құтты болсын, келінді. Иә, көрейік енді. Отырыңыздар, шай дайын. Қазір бәрі тез ғой. Бірақ шыққан тегі де маңызды. Я, балаға да әсер болады. Жетім қыздан қандай бала болады, кім білсін? Жеткілікті. Мұндай сөз айтуға болмайды. Біз тек шындықты. Жоқ. Бұл үйде ешкім менің қызымды ренжітпейді. Оның өткен емес, жүрегі маңызды. Егер құрмет болмаса, біздің үйге келмегендеріңіз дұрыс. Біз тек, мен түсіндім. Рахмет. Неге әрдайым өткенім үшін кінәлімін? Сен кінәлі емесің. Олар қателесті. Қызым, кешір. Енді сені ешкімге ренжітпеймін. Рахмет, анашым. Бұл үйде кенді жылылық бар. Жалғасы бар подписка жасап алыңыз. Дайынсың ба? Иә, бірақ қорқып тұрмын. Мен жанымдамын. Бірге ашамыз.
бәрі дұрыс болып жатыр ма? Өте әдемі. Бірақ мен үшін ең басты сенің күлімсіреуің. Білмеймін, жүрегім қатты соғып тұр. Қорқып тұрсың ба? Иә, бір түрлі. Қызым, қандай болса да бұл біздің немереміз. Бәрі жақсы болады. Рахмет, анашым. Дайынсың ба? Иә, бірақ қорқып тұрмын. Мен жанымдамын. Бірге ашамыз. Ұлымыз. Құдайым, шүкір. Алланың ұлы. Қызым, сен маған бақыт сыйлайсың. Біз енді үшімен. Біз сені күтіп жүрміз. Ұлым ма? Немерем. Қорқып тұрмын. Мен жанымдамын. Сен жалғыз емесің. Сабыр ет, қызым, бұл ең қасиетті сәт. Мен шыдай алмаймын. Шыдашы. Аз қалды. Немерем келеді. Құттықтаймыз. Ұл бала дүниеге келді. Ұлым, бізде ұл бар. Көрдің бе, Әзігерт? Мен енді расымен әжемін. Сіз ең мықты әжесіз. Біздің отбасымыз енді толық. Бәрі артта қалды. Енді бәрі алдыда. Бұл үйден тек бақыт болсын. Подписка жасап алыңыз.